Мінекей қыздар, мына макасидің мына бауын қалай тоқимыз. Так, соны бау тоқуын көрсетейін деп жатырмын. Так, осы макасидің сабағын алған жандар болса, мен ертең құда қаласа макаси заказ түсіп тұр, соны бастаймын. Бірге тоқсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңізді мен көрсетіп отырамын. Алмаған жандар болса, алып алыңыздар. Мен бірге тоқимыз. Мен макаси тоқиын деп жатырмын осыдан. Так, сабағы бар болған 2000 теңге. Енді бұл бауды тоқу үшін бізге осымен түстес жібіміз керек, жібек жібіміз. Мына жібек жіпті осындай алдым. 2 қабаттап. Сосын мынандай дүние болады. Магазинде сатады. Осыдан алдым. 200 теңге екен. Так, міне біреуін алдым. Бір кружок, 2 кружок. 2 нөмірлі, мынау 1 нөмірлі. Енді мына жібімізден, так, мынау былай, бісміллә. Былай тұрады, сол үшін біз оны осылай өткізіп аламыз. Сөйтеміз да мына жұмыс жіпті осының ішінен өткізіп аламыз. Негізі мынау жібіме түстес бар екен, бірақ көзі кішкентай болды. Менде кішкентай не болмады, кружок болмады, бір болды. Бірден де жіңішкелер болады, содан алып алу керек. Өткізіп алдық па, енді осыраны түйіндей саламыз. Түйіндейміз. Аяқталған кезде мына мошақты керісінше өткіземіз. Лаж болса бүйтіп кез келген жерге түйіндемейміз, бүйтіп жақындатып, кішкентай қылып алған жақсы. Мінекей түйіндедік. Осылай тұрады. Енді бұны қалай тоқимыз, бұны былай тоқимыз. Бірінші мынаны былай қылып алайық. Так, мынау жұмыс жібіміз болсын. Жұмыс жібімізді так, осылайынан былайынан қолымызға орайық та, мына жұмыс былай өткізіп алайық. Сөйтейік та, осы жерден бете салмаймыз. Енді мынаны түбіне жақындатып, жаңағы түйін сияқты. Өрім ғой мынау. Мошақтың түбінен лаж болса жақындатып алғанымыз жақсы. Мына жақындатып алдық. Енді мынау жұмысшы жіп, мынау қосымша жіп. Ал енді кеттік. Кружокты қалай салып жатырмын? Гәп сонда. Кружокты солай салсаңыздар, солай шығады. Мына кружокты былай салып жатырмын. Іліп алдым, сына кидім. Көрдіңіз, кружокқа жіпті іліп алдым. Мынау мен тоқим. Жұмыс жіппен тоқим енді осыны. Жаңа сіздерге көрінсін деп осылай алып жатырмын. Так, енді міне кружокты осылайынан саламыз. Сына кидім, іліп алдық. Жұмыс жіп тоққан жоқ. Енді мынау мен тоқимыз. Осылай тоқтатпай тоқып шығамыз. Былай сына кидім. Кружокқа мына жіпті ілем, мынаумен тоқимын. Мынаны ілем, мынаумен тоқимын. Дәл осыны қайталай береміз. Кімге қанша ұзындық керек, сол ұзындықты тоқып аламыз. Осылай. Бұлай. Так, осыны қайталай береміз. Мінекей, әдемі болып келатыр. Осындай бау мынау, макасидің бауы. Мынаны бостау деп қойыппыз. Ал осылай тоқи береміз. Так, мына мошақты өткізбей тұрып, мына жерді бір түйіндеп алайық. Солай істегеніміз дұрыс болатын шығар. Егер сізге бұлай ұнамаса, өз еркіңіз қалаған дүниеңізді жасасаңыз болады. Так, мына қысқа. Түйіндедік, енді мошақты өткіземіз. Так, мына жіпті күйдіріп, жапсыра салармыз. Енді мынараны түйіндейміз.
түйіндейміз да, сосын артын қырып тастап күйдіріп жапсыра салайық. Ұзын қылып алмасақ түйіндей алмай қаламыз, ұзын қылсақ артық болып кетеді. Енді амал жоқ. Мінекей өткізіп түйіндеп алдық. Осындай қылып бал дайындап алсаңыздар болады.